ағылшын тілінен аударғанда бірігіп жұмыс жасау дегенді білдіреді. Кітапханалардағы коворкинг орталықтардың ашылуы оқырмандар үшін жақсы жаңалық. Яғни қазіргі кітапханалар енді тек қызмет көрсету мекемесі ғана емес, қала, ауыл тұрғындары үшін зияткерлік демалыс орнына айналады. Электронды кітапхананың тағы бір ерекшелігі аудио кітаптарды оқуға арналған құрылғылардың барында. Бұл құрылғылар арқылы біз электронды кітаптарды оқи аламыз және де музыка тыңдауға да мүмкіншілік бар. Қазіргі таңда заманауи адамның қолынан газетті немесе кітапты жиі көреміз бе? Көптеген электронды кітапханалардың пайда болуы, бұқаралық ақпараттық құралдардың дамуына, жазба баспалардың өткеннің еншісіне қалып, жаңалықтарды әлеуметтік желілер арқылы тыңдауына және де кітаптарды электронды үлгіде оқуына әсер етті. Көптеген әдебиет сүйер қауым қалың кітаптардан бас тартып, электронды кітап оқуға арналған әртүрлі гаджеттер арқылы оқуға көшті. Уақыт өте келе техника мен ақпараттық жүйе дамып келеді. Қағаз басылымдардың орнын электронды кітаптар басуда. Дегенмен бұл кітаптар мүлдем жоғалып кетеді деген сөз емес. Өйткені ғасырлар бойы ата-бабадан мұра болып келген асыл қазына ешқашан өз қасиетін жоймайды. Кітап ең сабырлы ұстаз деп тегін айтпаса керек. Ежелден жер бетіндегі сан мың сұрақтың жауабын кітаптан табуға тырысқан. Сондықтан оның адамзатқа берер пайдасы мол.